Дизайнерлердің жас өркен 2016 халықаралық байқауын республикалық Қазақстан Fashion Week сән мерекесінің ізбасары десе де болады. Жас дарындылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға арналған байқауға студенттер қатысты. Университетте жас дизайнерлердің үздік жұмыстары қойылған фэшн орталығы ашылды. 4-ші рет өтіп отырған жас өркен байқауында Қазақстан, Ресей, Қырғызстан студенттері бақтарын сынады. Ал қазылар алқасында сән саласының жетекші мамандары мен Жапонияның атақты шебері Шина Шокита және Еуропаның дизайн институты ректорының кеңесшісі италиялық профессор Гиотанна Полисе бар. Орталықта қойылған заттардың барлығы біздің студенттердің қолынан шыққан заттар. Бұл олардың келешекте өсіп өнутеріне және өздерінің жұмыстарын көрсетуіне үлкен мүмкіндік береді. Сән үлгілерінде қазақ мәдениетінің нақыштарын көруге болады. Тау мен дала, көкке самғаған бүркіт, көшпенділер садағының жебесі, киіз үйдің шаңырағы ұтымды бейнеленген. В этом году у меня было такое... Биыл мен Mercedes Fashion Week шарасына алғаш рет қатыстым. Бұл мен үшін ерекше оқиға. Байқауға номар деп аталатын дипломдық жұмысымды алып келдім. Ол моңғол тілінен аударғанда күз деген мағынаны білдіреді. Жас дизайнерлер қазақстандық сән үлгілерінің жетістігін шетелге таныту үшін талмай еңбектенетіндерін айтты. Олардың бірегей туындыларына қарап, болашақтарына зор сенім артуға болады. Гүлжан Көленқызы, Галина Муленкова, Ерлан Абжанов, Хабар, Алматы.